сіздер осы атышулы Мөлдір Мұқанның интервьюсын көрген шығарсыздар. Иә, енді шыны керек бәріміз көрдік, ол бүкіл елге тарады дегендей. Мен де оны көрдім, өйткені алыс адамдар емес. Сондықтан маған как-то каждый адамның семьясында не болып жатқан нәрсе маған мүлдем қызық емес, не болғанын да мен білмеймін. Бірақ ал қандай жағдайда екен, не үшін ондай болды екен деп өзі айтқаннан кейін мен жаңа қарадым. Енді бұл кино сол интервьюдің кино түрі деп айтсам болады. То есть бұл кинода сол интервьюда айтылған бүкіл сұрақтар көтеріледі. Көтерілгенде бір ирониямен, сондай бір романтикалық оқиғалармен, жаңағыдай астармен деген сияқты осы айтылады сол тап интервьюдағы бүкіл эпизодтар. Енді әдеттегідей мен байқаған минустарды айтайын, онсыз никак болмайды. Енді біз бағаны басқа кинолармен жаңағыдай салыстыра айтамыз дедім ғой. Салыстыра келгенде әрине актерлік құрамды айтайық бірінші. Актерлік құрам слабый. Өйткені ішінде кинода көп опыттары жоқ адамдар, тіпті танымайтын біреулер жүр вообще. Мен білмеймін, мүмкін Мөлдір ханымның подружкалары ма, компаньондар ма, или спонсорлар ма бұл киноның, мен білмеймін кім екен ол кісілердің, мүлдем. Енді көрініп тұр, ешқандай актерлік жаңағыдай өнерге қатысы жоқ адамдар, сосын журналистер жүр, енді Астананың менмен деген ханымдары жүр. Енді бұл, наверное, маркетинг шығар деп мен ойлаймын, енді бір жағынан. Екінші жағынан, бірақ бұның кері әсері болды, өйткені киноның шынайылығына кішкене әсер етті деп мен есептеймін. Актерлік құрамның ішінде тек қана кино әлемінде кішкене тәжірибесі бар Ақерке Арыс, и то ол да профессионалды актер емес. Бірақ дегенмен осы кинодағы әйтеуір бір күлетін жерлерді сол қыз ғана алып шыққан екен.